Біріншіден, мынage, себебі орнынан тұрып, айғайлап, реплика білдіріп, не болмаса мынау сендердің жазғандарың дұрыс емес деу, ол мәдениетсіздік. Біз, мысалы, бұл жұмысты бастаған кезде, осы бір ай бұрын баспасөз баянын жаздық. Баспасөз баянын бүкіл ақпарат құралдарына, қоғамдық ұйымдарға жібердік. Неге? Хабардар еттік. Міне, тақырып, қатысатын адамдар мынандай келелі мәселелер талқылаймыз дедік. Сонан кейін мына неге бағдарламасына әдейілеп кіргіздік. 1 сағат, 1,5 сағат талқылағаннан кейін мына шешімнің жобасын оқиық. Себебі бұл 3 жылдық жұмыстың нәтижесі. Мына жерде міне осыдан 1 жыл бұрын 11 шілде күні тура осы жерде үлкен бір дөңгелек үстел өткен. Соның шешімі міне, сіздер таныссын деп алдын ала бердік. Соны қарап оқып мұқият етсеңіздер, осы жердегі айтылған сөздердің көбінің шешімі сол мына шешімде айтылып тұр. Оны қайталаудың керегі жоқ. Сондықтан әрқашанда шақырған кезде осыған кішкене дайындықпен келейік. Осы берілген материалдарды кішкене елеп, қарап, соны ескерейік. Міне, сонан кейінгі үндеу. Советхан аға айтып отырған мына хаттардың нәтижесін талқылап, біз мына парламентке, үкіметке бәріне үндеу қабылдадық. Ол газеттерге талқыланды. Осы үндеуді міне отарсыздану декларациясынан бастап, мына бала бақшадағы тіл мәселесіне дейін бәрі қамтылған. Сондықтан осы жердегі міне сіздердің алдарыңызға шешімнің бір несін жібердік, қол қоятын вариантын. Соған қолдарыңызды қойсаңыздар болады. Ал мына сіздерден түсіп жатқан шешімдердің бәрін әрине ескереміз. Біз бұл бүгінгі дөңгелек үстеліміз осымен ғана тамамдалады, осымен ғана бітті, сонан кейін ұмытып кетеді деген ой болмасын. Мына сіздердің ұсыныстарыңыз келесі дөңгелек үстеліміздің қорытындысына кіреді, соның шешіміне кіреді. Сондықтан ол міндетті түрде ескеріледі деген ойдамыз. Ал енді мына жерде тағы да бір нелер айтылып жатыр. Мына біздің мемлекеттік тілдің мына жүзеге асу айтылып жатқанда ол президентте айтып жатыр, үкіметте айтып жатыр, парламентте айтып жатыр, халықта айтып жатыр. Бірақ та нақты механизмін әлі күнге дейін дұрыс қабылдап, дұрыс деймей отырмыз. Сол механизмдердің ішіндегі, мысалы, біз ұсынып отырғанымыз 2 жыл болып қалды, мемлекеттік әліпби қабылдауымыз керек. Неге? Себебі қазір Қазақстанда 7 әліпби қолданады. Әрқайсысы өз тілінде оқытады. Өз емлесімен жазу стандарттарына сай жазады. Мысалы, мына 40-шы жылы кириллицаға өткен кезде, мына орыстың сөздері қазақ тілінде қолданатын шет елден кірген, сонан кейін орыстың фамилиясы, жер суаттары, сондай сөздер орыс транскрипциясымен ешқандай өзгеріссіз жазылады деген стандарт кірген. Міне, сол стандарт бізде әлі күнге дейін орындалып келе жатыр. Ал қазақтың жер суын, фамилиямызды олар орыс тілінде қалай болса жазуларына мүмкіндік бар. Мысалы, құртқа деген адамның мен білем. Бір 20-ға келген жас қыз құртқа деп айтудан ұялады. Неге? Себебі ол орысша куртка деп жазылып кеткен. Куртка. Мұңдық деген сөз, мұңдық деген адамның аты мұң дейді. Онда енді көптеп келтіруге болады. Сондықтан біз бірінші кезекте мемлекеттік әліпби қабылдап, сол мемлекеттік әліпбиіміз бүкіл республикада бір әліпби болу керек. Сонда ғана біз латынға көшейік. Сонан кейін біз басқа көшейік. Ал болмаса қазір мына талқыланып
жатқан былтыр ассамблеядағы президентimiz айтқан қазақ тілі, қазақ графикасы ғана латында көрсін деген өте үлкен қате. Алдымен біз бәріміз бір әліпбимен, бір емлемен, бір жүйемен оқып алайық. Содан кейін қай әліпбиге көшсек те көшейік деген осындай ұсыныс болған. Осының бәрі осы жерде қамтылған. Енді мына жерде кейбір азаматтарымыз бар, кез келген нәрсені саясаландырып жүруге тырысады. Саясаттандырып. Біз халық үні қоғамдық бірлестіктер одағы құрылғандағы ең басты мақсатымыз ол мәдени ағарту жұмыстары арқылы халықтың санасын көтеру. Халықтың санасын көтермей барып көшеге шығарамыз, үйтеміз, бүйтеміз деген ол бос экстремистік әрекет. Ол дұрыс емес. Сондықтан біз сіздерге мына жерде бір мәмілеге келейік деп отырмыз ғой. Сондықтан болашақта мәдени ағарту жұмыстары арқылы ғана біз осылай ары қарай жұмыс жасаймыз деген қорытынды.